Ассалаумағалейкум достар, сіздермен бірге бол. Қазинстің арнасы, бұл интернетте ақша туралы канал. Достар, бұл сайт springsurf.ru деп аталады. Бұл жерде біз көптеген расынсыз посттарымен ақша табатын боламыз. Бұл жерде серфинг арқылы бұл жерде просмотр қаралым болады. Кликнік етеміз, просмотр сайт деп. Мына жерде берілген подождите, сайт загружается деп тұрады. 20 секунд күтеміз. Одан кейін қазір капча шығады. Міне достар, 20 секунд бітті. Бұл жерде міне пистолет, одан кейін домашний телефон. Бұл жерде дұрыс болса фри сайт деп шығады. 2 рет басамыз. Міне сайттың өзіне қайта оралдық. Міне менде балансына 45-48 болады. Бұл жерде ең прибыльное задание. Сонымен қатар бұл жерде ең кайф способы режим научи деген. Яғни бұл жерде біз выигрышты ставкалерді қоятын боламыз. Бұл жерде қайсысы ұтылады, сол кезде біз қоятын боламыз. Мысалы міне 80% деп қойсақ, қазір ұтылған кезінде ставканы қойып жүретін боламыз. Күтіп тұрамыз. Адамдар ұтып жеңге ұтылғандары да бар. Сол кезде міне Евгений Ярополов қойып жүрген. Міне Сұлтанбек on force деген адам ұтылып қалғандар. Бұл жерде процент көбейткен сайын сіздердің ұту шанстарыңыз аз болады, но бірақ ақша көп болады. Мысалы, ертең менше деп тігіп біз плюсқа қаламыз. Яғни менде қазір 1,73 рубль жиналды. Бұл жерде мен вывести батырмасын басатын боламын. Міне қазір кошелек привести ететін боламыз. Әдеттегідей бұл жерде привести ету үшін біз пейерімізді жазатын боламыз. Ол үшін біз қазір пейерге кіреміз. Кошелекке басамыз. Бұл қарапайым кәдімгі киви кошелек сияқты кошелек. Бұл жерде өзіміздің пин кодымызды жазамыз. Және де міне төбе номер счета деген жерге копировать деген батырманы басатын боламыз. Одан кейін сайттың өзіне кіріп, мына жерде вставить етіп, привязать етеміз. Міне, одан кейін вывести деген батырманы басамыз қайтадан. Выберите кошелек деген жерде пейерді басып жібереміз. Одан кейін 1,3 рубльден вывести деген батырманы басам. Міне бұл жерде минимальный сумма для вывода уже 2 рубль болды. Қазір біз 2 рубль дәл қазір жинайтын боламыз. Больше деген батырманы басамыз. Міне менде 1,98 яғни рубль болыпты. Мен рисковать етпей қойын. Серфингтен тағы да бір задание орындайтын боламын. Балансымызды обновить етіп жібереміз. Көріп отқандарыңызда 2,03 рубль. Енді вывести батырмасын қайтадан басамыз. Міне кошелек, пейер, сумманы жазамыз, вывести батырмасын басамыз. Міне до следующей выплаты осталось 2 часа 59 минут деп тұр. Міне выплата не идентифицирован кошельки киви не производится деп тұр. Яғни бұл жерде қателесіп кетпеу керек. Яғни не идентификация жасамағандарға қайтарылып беріледі ақша осы аккаунтқа, немесе яғни ауаға кетіп қалады деген сөз. Енді біз пейер кошелегімізге кірейік. История выплат. Рублевой. Міне достар келіпті 1,64 рубль. Выплата springsurf.ru деп тұр. Яғни сайт төлейді. Егерде осы видео ұнаса, осы сайттың ссылкасы Telegram каналда болады. Бұл сайт өте оңай сайт, яғни көп блогерлер жарнама алып жүрген шығар. Мен сіздерге білмей жүргенсеңіздер қайтадан шығардым. Ал келесі кездескенше.